Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәрумендерге өте бай винегрет салатын жасайтын боламыз. Ең бірінші көкөністерімізді жуып дайындап аламыз. Одан соң біздің көкөністерімізді қайнатпаймыз. Оны осындай манты қазанға салып, буда пісіріп аламыз. Сол кезде біздің көкөністеріміздің витаминдері өзінің бойында қалып, дәруменге өте бай салат болып шығады. Неге көкөністерді бірнеше уақыт қайнаттық. Енді оларды пышақтың көмегімен тексеріп көреміз. Жұмсақ болды, енді оларды алып суыту үшін қойып қоямыз. Олар суып дайын болам дегенше қиярымызды, яғни тұздалған қиярымызды кесеміз. Барлығын кубик етіп турап аламыз. Ыдысымызға саламыз. Бұл жерде тұздалған қиярдың орнына тұздалған капуста немесе балғын, яғни свежий қияр қоссаңыздар да болады. Соң картошкамыз, біздің картошканы да сыртын ашып, оны да кубик етіп турап аламыз. Картошкамызды ыдысымызға орналастырамыз. Одан соң сәбізді де кубик етіп, яғни төрт бұрыш етіп турап аламыз. Достар, егер де видеоны қарап отырған болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, яғни подписаться батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге алда көптеген оригинал рецепттермен бөлісетін боламын. Сәбізімізді ыдысымызға орналастырамыз. Енді свекланы, яғни қызылшаны турап аламыз. Свекланы турап алдық, енді оны ыдысымызға орналастырамыз. Одан соң үстіне жасыл бұршақ, яғни зеленый горошек саламыз. Бір банканың жартысын салсаңыздар болады. Одан соң тұз кішкене, одан соң оливковое масло, яғни зәйтүн майын құямыз. Аз ғана мөлшерде құйып, араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің ағзамызға өте пайдалы, қан көбейтуге өте пайдалы салат. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.